Баршаңызға қайырлы күн достар, мен сіздерге бүгін сметанник пирогын жасап көрсетемін. Бұл жолы мен сіздерге мастер-класс ретінде түсірдім, яғни әрбір құрамын граммен өлшеп салатын боламын. Оны салып болғаннан кейін, оның үстіне яғни 150 грамм сары май және 2 жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаны қосқан соң, оның үстіне 2 қасық қаймақ қосамыз. Яғни 50 грамм болу керек. Және де жарты қасық ас содасын саламыз да, жақсылап қамыр илейміз. Жақсылап билеген соң, міне тура осындай болып шығады, видеода көрсетілгендеріңіздей. Енді біз начинкасын дайындаймыз. Оның начинкасына 50 грамм қаймақтың үстіне 2 жұмыртқаны саламыз және венчикпен жақсылап араластырамыз. Одан кейін қант қосамыз. Қантты біз 3 қасық қоссақ жеткілікті. Қант қосқаннан кейін міндетті түрде жақсылап араластыруымыз керек. Бұл қант түбінде қалып қоймау керек. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Және де егер тәтті болғанын қаласаңыз, онда өз еркіңізбен қантты кішкене көбірек қосуға болады. Ал мен видеода тек қана 3 қасық қостым. Енді келесі кезекте біз тестаны жаямыз, яғни қамырды міндетті түрде оны сеуіп жаю керек, өйткені қамырымыз жабысып қалмау керек. Және де онды өте көп сеппеңіздер, видеода көрсетілген мөлшерде ғана сеу керек. Ал енді тестамызды жайып, оны арнайы пирог пісіретін табаға саламыз да, дәл осылай видеода көрсетілгендей начинкасын құйып шығасыздар. Және де алдын ала пешті 180 градусқа қыздырып қойыңыздар және 20-25 минутта пісіріп аласыздар. Тура видеода көрсетілгендей болып пісіп шығады. Барлық жері толық пісті. Жақсылап қарасаңыздар да болады. Өте әдемі, өте тәтті болып шығады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте